оқушылар, қонақтармен амандасып алайық. Аман есен жүрейік. Сонымен балалар бүгінгі сабақты бастап болса солай жүру, ол болмайды екен. Жолда жүру ережелерін сақтану керек екен. Сақтап жолда абай болып жүру керек екен. Көбінесе балалар мектепте сабақта өтілетін жол ережелері сабақтарын мұқият тыңдап, балалар соған мән беріп, соны сақтап жүруіміз керек. Отыр балалар. Жолды реттеп отыратын адам ол кім? Жарайсыңдар. Ал балалар, бағдаршам дегеніміз не? Бағдаршам